той басқарып жатырық жетсе да. Мәкең ұрып жатқан кезде мен отыра алмаймын тойда. Андай адамдардың көз қарастары андай басқаша да, тойдың атмосферасы қиын ғой. Тамадалар ғана сөйтіп жүре алады шығар. Мен білмеймін, той қысып тастайды. Тамада ретінде есептемейсіз ба? Өзімді көрмеймін, вообще тамада көрмеймін. Андай адамдардың да біздегі көз қарасы басқаша ғой, андай бітіп қарап отырады да саған. КВН-дегідей болмай жатыр ғой что-то. Ана бір ет па бірдеңе тасып өтіп бара жатқан кезде бір кісі жаман айтқан маған ше, бет әкетіп бара жатқан кезде. Ал енді деп жатқан кезде қыздырамай айтсын, қыздырамай айтсын. Настроением түсіп кеткен. Бізде бәрі ғой жетсе оңтүстікте айта береді ғой. Мына қызықты қара. Сөйтем да астына түсіп кетем. Астына түсем да жаңағы дала жағында отырамын. Бізде в основном дұрыс түсінбей қаламыз. Уборныйлар бар, андай іште ше. Артта даладағы уборныйлар да бар да. Сол жақта енді тұрмын, бүйтіп сотка шұқылап, сөйтіп бір әйел кісі кірді, короче. Келді маған, қасыма да, келді. Сосын туалет енді сәл угол жақта бұрышта ғой. Сөйтіп өтініш деді ғой маған. Қолында баласы бар, кішкентай шақалағы бар. Ұстай тұрасың ба деді маған. Ұстай тұрасың ба, өтініш мен дала шығайын дедім. Сөйтіп мен андай қатты побочым болып кетпесе екен деп отырмын да. Бала ұстап тұруға желание жоқ. Жарайды дейсің ғой енді. Болды деп кетті. Бір уақыт өтіп бара жатыр ғой бір кезде. Сөйтіп кетіп барады, келмей қойды ғой. Сөйтіп жай сұрадым, әйелдер кетіп бара жатыр, апалар ше. Сонымен мен айттым, әпше дедім, жаңағы сұрайсаңызшы. Осындай киген, осындай кісідегі дедім да. Сонымен болды деп бір кісі жоқ деді ғой. Жоқ дей салды ғой.